Сәлем достар, менің даусыма мән бермеңіздер. Бүгін біз донер жасайтын боламыз. Осындай тауықтың еті, 3-4 осындай қияр, одан кейін осы немен майонезбен кетчуп, одан кейін барып менде помидор, қызанақ, одан кейін осы 2 фри и лаваш дайынын. Сосын осылай бөліп аламыз жаңағы етті, өйткені менде грудка төс еті болмағасын осылай турап алдым. Сосын оны жақсылап тұрып қуырамыз. Қуырған кезде дәмдеуіш соларды осы жерде салып жіберсеңіз де болады, немесе жаңағы бөлген кездеріңізде сол жерде араластырып жіберіп, сосын қосып қойсаңыздар болады, мен істегендей. Сосын менде осылай 2-3-4 өз қалауларыңызға қарай, әрине 5-6 істесеңіздер де болады. Өздеріңіз адам санына қарай осылай жасап шығасыздар. Турап қызанақты. Одан кейін барып, ол қызанақ жақсылап тұру керек болады. Енді басқаларында турап шығамыз. Дәл осылай менде осындай үлкендеу қылып турап жібердім, өйткені менде асығыс жасалғандықтан осылай үлкендеу қылдым. Сіздер ұзынша қылып турасаңыздар әдемі кетеді. Сосын менде алдағы осы донер дайындау кезінде қатты қиын болмайды. Әрине сіздердегі лавашты солай алып қойсаңыздар. Сонымен бірге лавашқа жақсылап тұрып көңіл бөле білу керек болады. Мен мына жерде майонез бен кетчупты екеуін араластырған кезде осындай сұйықтық болып араласқан болатын. Яғни ішіне маған каналыма жазылып қойды, ұмытпаңыздар. Сосын мына жерде менде біраз 10 түрі бар. Мен осыны әрқайсысын 2-ке бөліп, солайша лаваш жасап шықтым. Сонда 20 лаваш шығады. Мына екеуі жаңағы фри, салатқа қосатын фридің түрі. Осыны алып қоса салған болатынмын. Қатты уақыт тезірек үнемдейтін нәрсе істеу керек болғандықтан осылай бәрін таңдадым. Енді мына қуырылу керек. Қуырылған кезде жақсылап тұрып, дәмдеу үшін тұзын барлығын жақсылап қосып, сосын барып шығады. Менде еще мына жақта чипсы да әкеп қойдым, чтобы дәмі қытырлақ әдемі болу үшін. Менде осы бар нәрселермен қазір құрап шығатын боламын. Менде осындай болып жайлап құрадым. Айтпақтай, лаваштың бетін жақсылап жауып қоюды ұмытпаңыздар. Бұл жерде менікі кәдімгідей сынып қалған жерлері бар, сынып қалғандары бар. Сол себепті сіздерге менен кеңес. Сау болыңыздар.